Атлант мұхитынан яджри әл-хуту яшуххул бахра дейді. Жаңа теңізді қақ жарып Атлант мұхитынан Жерорта теңізіне бір кит келе жатыр. Алланың әмірімен. Көздегені тек Юнус алейхиссалам. Қараңыз қандай мәселе болып отыр. Әлемде әрбір нәрсе өзіне өзі болмайды. Секірген бетте жұтады. Алла Тағала уахи еткен дейді, Ибн Масуд айтады. Жаңағы киттің несіне, көкейіне салған терісі, еті, сүйегі зақым келмесін. Мен тек сенің ішіңді, қарныңды оған абақты қыламын деген екен. Содан ішіне жұтады. Балықтың ішінде Юнус. Балық жаңағы кит жүзеді, әрі бері жүзіп, теңіздің төменгі терең жағына келеді дейді жаңағы. Сосын бір кезде қозғалмай жатқанын байқайды дейді киттің. Жағдай қиын, күйзелісте. Енді кім шығара алады? Кім бұл балықтың ішінен шығара алады? Қараңыздар қандай мәселе. Содан бағана айтып жатқан сол. Фанада ва хуа магзум. Ол сол Раббысына сол жерде жалбарынған еді. Күйзелісте еді дейді жағдайы. Өте қиын жағдайда еді дейді. Содан жаңағы сол жердегі балықтардың, тастардың таспихтары естіледі дейді Юнусқа. Көрсіз, бір жағынан тәрбиелеп жатыр, бір жағынан үміт беріп жатыр Алла Тағала. Сода жаңағы таспихтар естіледі. Сөйтіп бүйтіп аяғын бүйтіп қозғап көрсе балық қимылдайды. Сосын жаңағы әлі де үміт бар деген мәселе. Юнус алейхиссалам сол жерде жаңағы дұғаларын жасайды. Раббым, саған осы күнге дейін ешкім сәжде жасап қоймаған, жаңағы сәжде жасап көрмеген жерде сәжде жасап отырмын. Ешбір адам баласы болып көрген емес бұл жерде, Раббым. Мен осы жерде саған сәжде жасайтын орын қылып таңдадым. Ла илаха илля анта, сенен басқа тәңір жоқ, Раббым. Субханака, сен пәксің, сен тарапынан қате жоқ, бәрін айтып түсіндірген едің. Инни кунту миназ золимин, расында мен әділетсіздерден болдым. Аяғына дейін ісімді атқармадым, ашуландым, кетіп қалдым деген жаңа дұғаларын жасайды. Сол кезде сол дұғалар жасалып жатқан кезде періштелер Алла Тағаланың қалауымен бір дұғаның дауысын естиді. Ибн Абу Хатим өзінің жаңағы Абу Хурайрадан жеткен хадистерінде жеткізеді. Жаңағы періштелер дауысты естиді екен. Раббымыз, бір әлсіз бір дауысты естіп жатырық. Бөтен бір жерден келіп жатыр. Сендер білмейсіңдер ме оны? Раббымыз, ол кім? Ол менің құлым Юнус қой. Юнус па, Раббымыз? Ол сенің сондай құлың ғой. Қашан амал жасаса амалы бірден көтерілетін, қашан дұға жасаса дұғасына бірден жауап берілетін. Неге өзгеше болып жатыр дауысы? Балықтың ішінен шығып жатыр. Сол жерде Юнус өте үлкен дәрежеде Раббысына жалбарынады. Бұл Юнус о жерде, ол Алла Тағалаға серік қосқан жоқ. Түсіндіңіз ба? Ол жерде ешқандай проблема жоқ, күнә деген. Түсіндіңіз ба? Ол ешқандай күнә жасалмаған о жерде. Ол жанағы нәрсе. Рұқсатсыз кетіп қалды. Асығыстық жасақ қойды. Асығыстық үкім беріп жіберуге болмайды халыққа. Түсіндіңіздер ме? Асығыс үкім беріп жіберуге халыққа болмайды. Алдыңдағы халыққа қарағым иман келтір, міне намаз оқы деп айтып тұрған кезінде көшей. Айта бересің неше түрлі деген кезде үкім шығарып жіберме. Жек көруге де хақың жоқ сенің.